Батыс Қазақстан облысы бойынша 2018 жылдың көрсеткіштерінің барлығында өсім бар. Өңірлік ішкі өнімнің көлемі 2,5 триллион теңгені құрады. Кәсіпкерліктің көкжиегі кеңіп, ауыл шаруашылығының адымы ширады. Әлеуметтік салаға да жан-жақты қолдау көрсетілуде. Бұл салаға былтыр бюджеттің 53% жұмсалған. Жыл бойы атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар туралы бүгін облыс әкімі Алтай Көлгінов халық алдындағы есептік кездесуінде баян етті. Былтырғы жұмысты қорытындылайтын басты жиын демесеңіз, облыс әкімі бастап, өзге де атқамінерлер қостап, тұрғындармен жыл ішінде талай рет жүздесті. Айталық апта сайынғы қабылдауларды қоспағанда бір жылдың ішінде өңірдегі барлық деңгейдегі әкімдіктер 140-тан астам ашық әкімдік шарасын өткізген. Аймақ басшысының бір өзі 1000 жуық азаматты қабылдап үлгерді. Бір сөзбен айтқанда, ашықтықтың арқасында билік пен халықтың байланысы өзара сенімге негізделіп отыр. Ал бүгінгі жиынға Қазақстан Республикасы энергетика министрі Қанат Бозымбаев, Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Мұхамеджан Абауов және өңір жұртшылығы қатысты. Өткен жылы өңірде өнеркәсіп өнімінің көлемі 2,5 триллион теңгені құрады. Әсіресе қайта өңдеу және жеңіл өнеркәсіп саласында өсім бар. Индустрияландыру картасы аясында 10 кәсіпорын іске қосылды. Оның ішінде мыс кабельдер, сэндвич панельдер, өсімдік майы және химиялық зауыттарды ерекше атап өтуге болады. Бұл бағыттағы жұмыс биылда заңды жалғасын табады, деді облыс әкімі. В прошлом году состоялся визит президента в наш регион. Өткен жылы біздің өңірге елбасы іс-сапарымен келген болатын. Сонда аймақтағы алып кәсіпорындарға қолдау болатынын айтты. Оның ішінде трансформатор зауытында екінші зауыт салынады. Онда радиаторлар шығарылады. Қазір аталған өнімді Қытайдан импорттап жүрміз. Зенит зауыты мемлекеттік тапсырыстан бөлек металл құрылымдарын шығара бастайды. Қазір теңіз және Қашаған кенішінен сұраныс түсуде. Квант кәсіпорнында жаңа фабрика құрылысын қолға алды. Өндірісті өрістету бағытындағы мұндай жұмыстар сондай-ақ Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы, гидроприбор және конденсат кәсіпорындарында да жүруде. Соңғы 5 жылда инвестиция 2 есе артып, 270-тен 453 миллиард теңгеге жетті. Бизнеске жасалған жеңілдік рейтингісінде Теректі ауданына республика бойынша бірінші орын алса, ал Шыңғырлау және Бәйтерек аудандары үздік 15-тің қатарына кірді. Жалпы өңірдің шағын және орта бизнесі былтыр 1,4 триллион теңгенің өнімін өндірген. Мұның бәрі жан-жақты қолдаудың нәтижесі. Мәселен, былтыр бизнестің жол картасы бойынша құны 1,6 миллиард теңгенің 26 жобасы жүзеге асса, 109 жоба гранттық қаржыландыруға ие болды. Ауыл шаруашылығының адымы да ширай түскен. Елбасының тапсырмасына сәйкес асыл тұқымды малдың санын көбейтеміз. Көргеніңіздей, міне жыл сайын көбейіп келеді. Оған субсидия бар. Қанша екен бәріңіз жақсы білесіздер. Ал малдың басы да көбейіп келеді, құс та басқа да. Енді осыны өңдеу керек, жаңа өндірістер. Осыған байланысты экспорт көбейді. Өткен жылы біз 3000 тоннадан астам етті экспортқа шығардық. Алдыңғы жылы 2200 тонна болған. Жаңа нарықтар ашылды, ол Қытай, Иран, және енді Ресей ол көршіміз, ол бастан біз экспорттап отырмыз. Біздің ең жақсы тиімді жағымыз біздің экологиялық таза етіміз. Біздің мал ол денсаулыққа пайдалы, ет таза. Осыны біз жоғалтпауымыз керек. Сонымен бірге өңдеу өнеркәсібінде ары қарай дамытуымыз қажет. Аграрлық саланың өркендеуіне аймақтағы суландыру жүйелерін жаңғыртуда оң әсер етіп отыр. Соңғы 4 жылда өңірде 8 ірі ирригациялық нысан қалпына келтірілді. Оның ауқымдысы 180 шақырымдық киріп шежін су арнасы көктемнен бастап жұмыс істемек. Былтыр 32 миллиард теңгеге 450 шақырым жол жөнделді. Депо көпірі пайдалануға беріліп, Омега жол өткелін қайта салу басталды. Биылғы жоспарда ауқымды. Елбасымыз біздің өңірге келгенде өткендегі жылы үлкен қолдау көрсетті. Орда, Жәнібек, Казталовка, Жалпақталдан ары қарай 275 емес, ана жерде 336 шақырым жолды биыл бастаймыз. Ол Совет одағында салынбаған жол. Одан кейін де салынбаған жол. Енді осыны асыға күтіп отыр біздің ең алыстағы аудандағы тұрғындар. Өте ыңғайсыздық туылып отыр оларға. Осы 2-3 жылдың ішінде бітіріңдер деп президент тапсырма берді. Құжаттың бәрі дайын. Конкурс осы мартта басталады. Сондықтан сіздерге жақсы жол барады. Соны күтеміз біз. Жалпы биыл 464 километр жолды жөндеу жоспарланып отыр. Баспана құрылыста қарқынды. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 432 мың шаршы метр үй салынды. Осымен бірге Оралда 11 апатты үй сүріліп, оның орнына 7 жаңа баспана бой түзеуде. Мынау салынып жатқан үйлер. Көрдіңіз ғой, Зашаганда осыдан 5-6 жыл бұрын ана жерде көкпар шауып жүретін еді ғой адамдар. Қазір үлкен қала пайда болды. Міне мемлекеттің дамуы деген осы. Аудандарда салынып жатыр. Тек Жәнібек ауданында 2 жылдың ішінде 48 үй салдық. Міне мынау көрініп тұр. Осы елбасының нұрлы жер деген бағдарламасы. Бұрын Совет одағында онша үй салынбаған екен. Маған Жәнібектің тұрғындары өздері айтып жатыр солай деп.
Осы тұрғын үй мәселесі ең өзекті мәселе бізге. Тұрғын үйді біз қарқын түсірмейтін боламыз. Сондықтан мына жерде солтүстік шығыс шағын ауданында 6 үйді бастап кеттік. Ол жерде 26 үй болады. Назашағанда орын жоқ. Оның бәрін біз құрылысты бітірдік. Бірақ сұраныс бар. Себебі енді балалардың саны көбеюде, халықтың саны көбеюде, ол бізді қуантады. Сондықтан біз жаңадан Ақжайық ауданын содан жоспарладық. Бас жоспарда бар. Ол жерге инженерлік желілердің бәрін тарттық. Мұны көрдіңіздер. Инженерлік желілердің бәрі светі келді, газы келді, канализация келді. Енді біз құрылысты бастауымыз керек. Қазір жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Былтыр 52 ауылға көгілдір отын жетсе, 2 жылда 110 елді мекен ауыз сумен қамтылды. Алдағы жылдар тағы 28 ауыл орталықтандырылған су желісіне қосылады. Мұнымен бір уақытта Орал және Ақсай қалаларындағы инженерлік желілерді жаңғырту жалғасуда. Әлеуметтің әлеуетін арттыру әрқашан назарда. Бұл салаға бюджеттің 53% жұмсалады. Осы орайда биыл тұрмысы төмен көп балалы отбасыларға 500 миллион теңге көлемінде қосымша қаржы қарастырылады. Осы 2 жұманың ішінде біз 2000-ға жуық азаматтарды қабылдадық, соның ішінде көбісі көп балалы отбасылар. Біз жаңағы көп балалы аналардың мәселесін тыңдадық. Сұрақтар, оның ішінде тұрғын үй мәселесі бар. Жұмыспен қамту, баласының білім мәселесі бар. Соның бәрін біз қазір талдап отырмыз. Елбасының тапсырмасына сәйкес жұмыс тобы үкіметте құрылды, сонымен қатар өңірде құрылды. Оны Нұр Отан партиясы бақылап отыр. Қазіргі уақытта бақытты отбасы деген бірыңғай жоба қабылданды. Бақытты отбасы. Сондықтан қазір біз бүкіл кешелі бері біз кездескен азаматтармен, көп балалы отбасылармен мәліметтердің бәрін жазып отырмыз. Онлайн отбасы деген сайт аштық, оны сіздерге жеткіземіз. Бұл жерге анкетаны толтыру керек. Кімге қандай мәселе, соның бәрін талдап, біз сіздерге қолдау көрсетеміз. Бірде-бір отбасы қараусыз қалмайды. Әсіресе көп балалы отбасылардың үлкен қолдау болады. Әр сала бойынша. Енді біз жергілікті бюджеттен үнемдеп 500 миллион теңге, жарты миллиард теңгені үнемдеп, осы қолдауды көп балалы отбасыларға жұмсайтын боламыз. Атқарылған жұмыстар ауқымды, сонымен бірге іске асар жоспарлар да көп. Оның ішінде өндірісті өрістетіп, құрылыс қарқынын бәсеңдетпеуге мән беріледі. Заводы, которые нужны нам. Бізге өңдеу және қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы салаларында ірі кәсіпорындар керек. Бізде биыл 2 ірі жылыжай кешені салынады. Оның бірін World Green Company серіктестігі, екіншісін Орал жылыжай комбинаты қолға алды. Бұған қоса инвестиция есебінен мал бордақылау кешендері, сүт фермалары, көкөніс қоймаларының жұмысы жолға қойылмақ. Биыл Орал қаласында 1000 орындық мәдениет сарайы және Ақжайық ауданында институттық орталық құрылысы басталады. Бұған қоса бірнеше мектеп пен дене шынықтыру және спорт кешені пайда болмақ. Ізгі істен кәсіпкерлер де қалыс қалмайды. Қазір облыстың Қос қаласында әлемдік стандартқа сай келетін қонақ үйлер салынуда. Мемлекет меншігіне қайтарылған Орал халықаралық әуежайын жаңғырту да жоспарланып отыр. Рауан Дәли, Алмас Әдетов, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.